Өте дәмді, жүп-жұмсақ кекс дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне шекер салып, жақсылап 2 есе көпіргенше араластырамыз миксермен. Үстіне ванилин, сүт және сұйық май құйып, тағда жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін үстіне ұн және қопсытқышты салып, тағда бірыңғай қамыр болғанша араластырамыз. Дайын қамырымызды алып, формамызға құямыз. Менде дайын 22 диаметрлік кекстің формасы болмағасын, үстіне 24 формаға кесе төңкеріп, осылай пісіріп алдым. 160 градуста 35-40 минут шамасында пісіреміз. Кексіміз әбден піскеннен кейін суытып барып, формасынан шешеміз. Осымен кексіміз дайын. Ас болсын.